Samsatayım. Ас болсын. Фаршқа біз бір пияз қосамыз. Пиязды өте жұқалап турайтын боламыз, майдалап. Себебі біздің үйде кішкентайлар пияз жегенді ұнатпайды. Мариям қосылды. Мариям себебі бізде сабақтан келді. Киіміңді ауыстырмай жат, қызым. Одай кірісіп кетуге болмайды. Киіміңді ауыстырып кел, давай. Я? Мен қызым уже жартысын жайып тастапты ғой. Келешке жеп отыреді, қол бос емес. Майдалап турадық. Енді бұны біз фаршқа саламыз. Үстінен татымына қарай тұз және қарабұш қосамыз. Кішкене тұз себеміз, достар. Тұздан кейін не саламыз, қызым? Кішкене қарабұрыш себеміз екен. Молодец. Оны араластырамыз жақсылап. Бұл жерде біз фаршты қолдан жасағанбыз. Құйрық майдың орнына іш май қосқанбыз. Дәмі өте ерекше болады. Құйрық майдың орнына іш май қосып көріңіздер. Жаным, қамырынан өсенің. Молодец, мамасының көмекші қызы. Жаным. Өте әдемі қып жайған бір тегіз доп-домалақ. Жаным. Сәлем достар, бүгіннен мектептен келдім. Енді жұмыртқаны самсаның бетіне жағатын болады. Достар, мен істеп боламын. Достар, біз не үшін самсаға жұмыртқа жағамыз? Себебі түрі әдемі болып тұру керек, жылтырап. Дұрыс па? Иә. Молодец. Мен қызым жаға берсін. Оған дейін мен түйе берейін. Мен қышым болайын да қапты ғой, үшеуі қапты ғой. Әне мен қызым қамыр жайып жатыр. Мамасының көмекшісі. Әне. Женім. Бірақ қамыр қалды ғой, бәрі мен қызым жайды. Мариям міне бетіне жұмыртқа жағып жатыр. Ойбай. Әне. Тек-текс әдемі қамыры. Женім, көмексім. Бізде біле вақыт мені достар, мен біттім. Біттің ба? Иә. Молодец. Әзір достар, біздің самсаға маңдай қойып ұстамыз. Кішкенеден көреміз. Достар, өтчеткі бар бізге. Енді ішінде кішкене тоқ ұшамыз. Biz yerinde istep attık. Dostlar, sizlerge samsa istediğinizde videomuz unutmasa like basıp comment жазып unutmayınız. Nanti de koyup oturmalısınız. Молодец, менің қыздарым. Бүгін түскі асқа самсамен шаймен шай ішетін боламыз, иә? Aşağı koy. Samsatayım. Ас болсын.